Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Бүгін кәсіпкерлік пәні бойынша келесі тақырыпты қарастырамыз. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау. Бұл тақырыпты ашу үшін келесі сұрақтарды қамтимыз. Кәсіпкерлік құпияның мәні, кәсіпкерлік құпияны құраушы мәліметтерді жіктеу, кәсіпкерлік құпияны қорғау бойынша шаралар жүйесі және құпияны жариялауға ықпал ететін шаралары. Бірінші, кәсіпкерлік құпия деген не екен? Соны біз анықтап алайық. Кім ақпаратқа ие болса, ол әлемді билейді. Осы пікірді айтқан автор Ротшильд оны тәжірибеде дәлелдей алды. Ол белгілі бір уақыт өзінде құпия ұстаған ақпарат Англияға қарсы әскери күресте басқа биржашылардың қырағылығын алдап және жалған құнды қағаздарды сатып алып, Лондон биржасында едәуір баюға мүмкіндік берді. Қазіргі уақытта құпиямен бірге құпия ақпарат кірме ұғымы кеңінен қолданыла бастады. Құпиялық оған қатысы жоқ тұлғалар мен ақпараттарды пайдалану мүмкіндігін болдырмау деп түсіндіріледі. Осыған байланысты құпия ақпарат ұғымы жасыру ұғымының синонимінің бірі ретінде қаралады. Енді келесі ғалым Канбаков өзінің ғылыми зерттеулерінде құпия мысалға неге жаңағы сипатқа ие екенін мына слайдта көрсетіліп тұр. Бірінші, ол мемлекеттік, жеке өмір құпиясы, қызметтік, коммерциялық, банктік және кәсіби құпия. Кәсіпкерлік құпия дегеніміз ол неғұрлым кең, сыйымды түсінік болып табылады. Өйткені оның таралуы кәсіпкерлік ұйымға экономикалық және моральды зиян алып келетін кез келген мәліметтерден тұрады. Енді барлық ақпарат кәсіпкер үшін түрлі құндылықтарға ие және сәйкесінше оның таралу ауыртпалығы түрлі деңгейде болатын экономикалық қауіпсіздік қатерге алып келуі мүмкін. Коммерциялық құпия ретінде өнімді өткізу нарығын кеңейту мүмкіндігін қамтамасыз ететін, оның сапасын едәуір жақсартатын, серіктестермен ұтымды мәмілелер жасайтын кәсіпорын ақпаратының бөлігін қорғау өте абзал. Мысалға айттық қой, кез келген кәсіпкер өзінің мәліметтерін мысалға интернетке салмайды, біреулер барып сұраса бермейді, өйткені оның бәрі құпия. Нарықта бәсекелестер бар, бәсекелестерге ол құпияны мәліметтерін көрсетпейді. Осы жағдайларды ескере отырып, кәсіпкерлік ақпаратты 3 топтан тұратын мәліметтерге бөлуге болады. Ол біріншісі кез келген формада, кез келген тұтынушымен ашық пайдалануға арналған ақпарат. Мысалы, ашық ақпарат деп отырмыз. Ашық ақпаратты қарасақ, сайтта кәсіпорынның атауы, кім директоры, қай жерде орналасқан, сол ғана көрсетілген. Басқа ақпаратты сіздер көрмейсіздер. Екінші, шектелген мүмкіндік ақпараты. Сәйкес заңды бекітілген, құқығы бар органдар үшін, жеке тұлға мен коммерциялық кәсіпорындар үшін ақпараттар. Енді кәсіпорынды тексерістер келеді, сол кезде ғана көрсете алатын бұл жерде ақпараттар туралы айтылып отыр. Одан фирманың жұмыскерлері үшін ақпарат. Фирманың жұмыскерлері, әр жұмысшы немесе қызметкер өзінің міндетін атқарады. Жұмысшы мысалға өзіне алдына қойған жұмысты, жоспарды ол орындау керек. Жұмысшыға сол ақпарат болып табылады. Кәсіпкерлік құпияны құраушы мәліметтер жіктеу. Кәсіпкерлік құпия құрылымы мынандай санаттардан тұрады. Бірінші, ғылыми техникалық ақпарат. Ол жерде зерттеу, жұмыстардың мінез құлқы, патент және лицензияларды ұстау. Өндірістік ақпарат, өндіріс тәсілі және технологиялар, еңбекті дұрыс ұйымдастыруымыз керек. Қаржы ақпараты, ол капиталдандыру жүйесі, саудалық клиенттермен есептеу ахуалы. Нарықтық экономикада ақпарат сату құралы, яғни тауар болып табылады. Коммерциялық құпияны қорғау жүйесі, ол коммерциялық құпияны және оның тасымалдаушыларын қорғау әдістері және құралдары. Сондай-ақ осы мақсатта коммерциялық құпияны иеленушілер жүргізетін шаралар жиынтығы.
Кәсіпкерлік тәуекелді тудыратын факторларға тоқталатын болсақ, ол бірінші ұйымдастырушылық, құқықтық, инженерлік, техникалық және ұйымдастырушылық, технологиялық. Әр қайсысына жеке тоқтала кететін болсақ, бірінші ұйымдастырушылық құқықтық жүйе дедік, оған коммерциялық құпияны құраушылар мәліметтерінің тізімі, жарғыға қосымша, келісім шартқа қосымша, коммерциялық құпияны сақтау бойынша жұмыскерге жаднама, коммерциялық құпияны таратпау туралы жұмыстан шығу кезіндегі жазылуы. Инженерлік техникалық жүйеге тоқталатын болсақ, қорғаудың аппараттық қорларын пайдалану, бағдарламалы қорларды пайдалану және математикалық қорларды пайдалану. Ұйымдастырушылық технологиялық жүйеге тоқталатын болсақ, бірінші технологияны құқықтық қорғау, ол жерде патент, лицензия деп айтып кеттік. Сыртқы тұлғалардың мүмкіндігінсіз арнайы қызметтік мекемелердің коммерциялық келісім шарттарын жасау кезінде пайдалану, негізгі келісім шартты жасауда және халықаралық келісім шартты жасауда қолдануымыз керек. Ақпаратты қорғау кезінде жүзеге асырылатын арнайы шаралар, ішкі, сыртқы. Сыртқы шараларға жататындар ол шаруашылық, коммерциялық іс-әрекеттерді жүргізетін серіктестерді зерттеу, олардың сенімділігі, төлемге қабілеттілігі және басқа да мәліметтер туралы ақпараттар жинау. Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ішкі шараларын жүзеге асыру барысында келесідей сұрақтар шешіледі. Ол жеке кәсіпорынға жұмысқа түскісі келетін тұлғаны таңдау және тексеру. 2015 жылы біздің Қазақстан Республикасы шілде айында 19 жыл келіссөзден кейін дүниежүзілік сауда ұйымына толыққанды мүше болды. Бұл мысалға Қазақстан Республикасы атамекен кәсіпкерлердің ұлттық палатасымен аталғандай, бірінші мысалға біздің сауданың 90% дүниежүзілік сауда ұйымы мүше елдеріне сәйкес келеді. Бізге халықаралық сауда саттықты жүргізу жеңіл болады. Екіншіден, дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелік ол халықаралық қоғамдастықтың белгілі бір индикаторы болып табылады. Одан кейін коммерциялық құпияны қорғауды ұйымдастыру бойынша келесі шарттарды орындау керек. Ол жарғы, коммерциялық құпияға құқықты тіркеу. Ұжымдық келісім шарт ол коммерциялық құпияны қорғау бойынша осы сұрақты екі жақты өзара міндеттемелерден тұратын сәйкес ережелерді қарастыру. Коммерциялық құпияны қорғауды ұйымдастыру бойынша ары қарай жалғастыратын болсақ, шарттарды ол сақталуын қамтамасыз ету бойынша арнайы нұсқаулар, арнайы ескертпе. Арнайы ескертпеде осы мәліметтердің сақталуын қамтамасыз ету бойынша негізгі ережелерден тұрады. Коммерциялық құпияны қорғау ары қарай жалғастыратын болса, келесі шарты ол арнайы іс жүргізу, құжаттарды жою және олардың жариялануы. Құпияны жариялауға ықпал ететін шаралар. Заңмен қорғалатын коммерциялық құпияның бұзылуына заң әртүрлі жауапкершілікті қарастырады. Бірінші ол мүліктік, қылмыстық, әкімшілік және тәртіптік. Енді әр айттық қой, кәсіпорынның өзінің құпиясы болады. Ол құпияны жариялауға болмайды. Мысалға, таукен мен айналысатын кәсіпорындар болса, ол жерде білесіздер алтын шығарылады, күміс шығарады. Ол бағалы металл болғандықтан оның мәліметтері құпия болып саналады. Онымен тек қана директор орынбасар деп айтайын, және жоспарлау бөлімінің басшысы, өйткені ай сайын есеп жасаған кезде оны көрсету керек қой, мәліметін қанша шығарылды. Оны кез келген адам көре алмайды. Ол мәліметтер құпия болып саналады кәсіпорынға. Мүліктік жауапкершілікке Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1018 бабы бойынша ашылмаған ақпараттың заңды иесінен келесілер талап етуге мүмкіндігі бар. Мұндай ақпараттарды заңсыз негізде алған, таратқан немесе қолданған тұлғадан заңсыз қолданумен келтірілген шығындардың орнын толтыру.
Қылмыстық жауапкершілік, енді білесіздер, қылмыстық кодексі бар Қазақстан Республикасының, соның 200-ші бабында келтірілген құжатты ұрлау, сатып алу, жаңа біз айттық қой, құпия ол тауар сияқты құны бар. Әкімшілік жауапкершілік, қылмыстық құрамның белгілері болмаған жағдайда кінәліні әкімшілік жауапкершілікке тарту болып саналады. Қылмыстық және әкімгершілік жауапкершілік, тарту зиян шеккен жеке кәсіпкер немесе меншік иесі ұйымның өтініші бойынша қарастырылады. Тәртіптік жауапкершілік, енді тәртіптік жауапкершілік Қазақстан Республикасының еңбек кодексінде келтірілген. Бірінші білесіздер, ескерту беріледі, сөгіс беріледі, қатаң сөгіс, ең соңында жұмыстан шығарылады. Сол сияқты бұл жерде жұмыскерлердің тәртіптік жауапкершілігі, жұмыс берушінің коммерциялық құпиясын пайдалану мен тарату жаңағы Қазақстан Республикасының еңбек кодексімен шара қолданылады. Бүгінгі осы дәрісте қарастырған сұрақтар аяқталды. Сау болыңыздар.